Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның бірінші күні ауызашарға тұздалмаған сиыр етін маринадтап, өте дәмді, өте жеңіл тамақ дайындадым. Алдымен ет пен сәбізді ірілеу қылып турап ыдысымызға салып, одан кейін ас көкті жуаны қосып, көз мөлшермен тұзын жарты қасықтай соусты қосып, әбден араластырып алдым. Одан кейін жарты сағатқа маринадтап қойдым. Дайын болғаннан кейін табаға сұйық май құйып, бірінші жуаны қуырып алдым, одан кейін етімізді осылай бәрін салып, араластырып отырып қуырамыз. Күнделікті ауызашарға әртүрлі жеңіл, өте дәмді тамақтар дайындайтын болам. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің күнделікті салған видеоларымды қарап отырыңыздар. Міне барлығын араластырып отырып қуырып алдым. Дайын болғаннан кейін үстіне осылай суын құйып, астын баяу отта енді етімізді қайнатамыз. Етіміз қайнап жатқанда гарнирге картоптан пюресін дайындап, күрішті суға қайнатып, осылай дайындап қойдым. Міне енді тамағымыз дайын. Қиярды, қызанақты қосып, кішкене тұз сеуіп үстіне. Өте дәмді, өте жеңіл тамағымыз дайын болды. Ас болсын.